Оразкүл. Әңгіменің авторы Сабырбек Олжабай. Біздің үйге Оразкүл келді дегенше соғыс басталды деп есептей беріңіз. Оразкүл деп отырғаным қарындасым. Бой жетіп одан оқуын бітіріп көрші ауылға келін болып түскеніне бірталай жыл өтсе де, әлі осы үйдің ерке қызындай келген сайын шаңымызды қағып, кем-кетігімізді түгелдеп, талай тапсырмасымен тұншықтырып кетеді. Оның әр келгені біз үшін үлкен сынақ. Әшейінде бәрімізді бір шыбықпен айдап тыпыр еткізбей отыратын анам да Оразкүлдің төбесі көрінсе-ақ болды, жуасып қалады. Әкем кейде кемпіріне шамасы келмей бара жатса, осыдан қызым келсін, әуселеңді сосын көрейін деп отырады. Соған қарағанда шиден тысқары кеткенімен қарындасымның дегені әлі де жүріп тұр. Расында ол 3 баланың арасындағы жалғыз қыз. Сондықтан ба әкем де шешем де оны бетінен қақпай өсірді. Олар барлық жылы жұмсақты тәтті атаулыны соның ғана аузына тосатын. Оған үй сыпыртып дастархан жинатқаннан басқа жұмыс тапсырмайтын. Алда-жалда біз оны басқа бір ауырлау жұмысқа жұмсай қалсақ, жонарқамыздан таспа тілмесе де, соған пара-пар жаза арқалайтынбыз. Қыз дегенің қонақ қой, оны барынша сыйлау керек дегенді құлағымызға құйып отырды. Ал оның бұл жолғы келісінің жөн-жосығы мүлде бөлек. Біздің мекеменің өзгеше бір тәртібі болды. Мұны тіптен жазылмаған заң деп қабылдайтындар да бар. Осы үрдістің қашан, қалай пайда болғанын ешкім болжап айтып бере алмайды. Бірақ қаншама бастық ауысты, қалыптасып сүйексіңді болып қалған бұл әдетті ешқайсысы тоқтата алмаған. Біз жұмыс аяғында жігіттер қосылып аздап көңіл көтергенді теріс көрмедік. Қазір қызмет істеп жүрген жеріңде әріптестеріңмен қосылып, оқта-текте ащы судан ұртап қоймасаң, басқалардың алдында кінәлідей сезініп төменшіктей бересің. Әрі-беріден соң сені қатарларына қоспайды. Сүтке тиген мысықтай қуыстанып жүресің, тіпті тонның ішкі бауындай араласып, құраласып жүрген әріптесің сені тыңшы көреді. Қашқақтасаң, аурусың ба деп мұқататындар да табылмай қалмайды. Шындығында біз еркектіндікілердің кейде шамадан тыс еркінсіп кететін әдетіміз бар. Сондай шорықтардың бәрінде үйге қас қарая оралып жүрдім. Мұным әрине келіншегіме ұнай қоймаса керек. Бір күні таңертең оянсам, жанымда келіншегім жоқ. Таңғы жай көңілсіз ішілді. Апам, осы сен-ақ үшеуіңді қоймадың. Келіншегің балаңды көтеріп төркініне кетті, деп қаралық апарды ашуланып отырып жеткізді. Қарындасымның келу себебі де осы еді. Ол келе апама тиісті. Қазір қызмет істеп жүргендердің барлығы да шеді. Балаңды келіннің алдына жығып бергенне не ұттың? 7 қабат жердің астындағының барлығын білгенде шеңгемді тоқтатудың амалын неге білмедің? Мына болысбек әр ішкен сайын келіннің төркініне қаша берсе, бұл үйде береке бола ма? Дейді Оразкүл апама қарап. Мұны неге қорғаштап отырсың? Ішкенін тоқтатпаса, келін тұра ала ма бұл үйде? Арағыңды қой, әйтпесе бір нәрсеге ұрынасың деп Құдайдың зарын қылдым. Тыңдады ма? Енді өзінен көрсін, деп апам да қайтар емес. Апау, ақылыңыздың жеткен жері осы ма? Егер ажар ерегісіп келмей қойса, балаңыздың күні не болмақ? Ел жұрт күлмей ме? Осыған қалай төзіп отыра бермексіз? Дейді Оразкүл шырпыры шығып. Әдірем қалғыр, оған кет деген кім екен? Осы біздің байымыз да талай рет теңселіп келді, бетіне қарап сөйледік пе? Тамағын беріп, төсегін салып, ың-шыңсыз жатқызатынбыз. Таңертең бетімізге қарауға ұялық жұмысынан кететін, ал қазіргінің келіндері қитетсе болды, төркініне тайып тұрады. Ажырасамын деп қиғылық салып, алимент талап етеді. Заман не болып барады осы? Деп апам қызының ыңғайына жығыла бастады. Ажар ақылсыз жан сияқты емес еді, сіздердің бостықтарыңыздан да үйіне кеткен ғой. Мен барып шашын жұлып, қолына бермесем бе осыдан? Өзі бізді кімдеп жүр? Деп қарындасым ажардың төркініне аттанбақ болып жиналды. Қарағым қатты кетпе, құда-құдағимен абайлап сөйлес. Ұяты бізге келеді, деп апам Рабиға ақыл айта бастап еді. Қарындасым бұлқан-талқан ашуланды. Ұяты келетінін біліп отырып, неге қозғалмайсыздар? Әлде сіздерді біреу бөгіп отыр ма? Ертең мына ағайындарың баласы маскүнем болып келінді қуып жіберген деп күліп отырса, беттеріңе шіркеу емес пе? Деп Оразкүл қатты кетті. Жарайды, барып қайт, шешеңді де ала кетсеңші, деп әкем ақыл қосып еді. Қарындасым оны жүре тыңдады. Барғыш болса мені әурелемей-ақ осы уақытқа дейін келінді әкеліп қоймай ма? Мына түрмен ол жақта жарытып сөзді айта алмайды. Барған соң тағы да баласын жамандап, келіннің алдында бедел жинаймын деп батпаққа батар. Әке, өзімнің барғаным орынды, деп
Оразкүл өз шешімін айтты. Оның айтқан бетінен қайтпайтынын білетінін әкем мен шешем амалсыз кідірді. Оразкүл аттанып кетті. Ертеңіне күліп оралды. Қыздың шешесі күйеу баланың өзі келіп келіншегін алып кетсін депті. Мен жұмыстан сұранып қайын жұртқа қарай жол жүрдім. Атам ақылды кісі еді, ештеңе деген жоқ. Енем кешкі тамақта алдыма төс әкеліп қойды. Осы сыйдың өзі маған жеткілікті еді. Бұдан бұлай арақты татып алмаймын, үйге уақытылы қайтамын деп ақталғаным жоқ. Тек ертесіне жол жүрер алдында атам кідіртіп, балам, арақты ішпе демеймін, бірақ сол әзәзілден мүмкіндігінше қашып жүрсеңші. Қазір жассыңдар, денсаулықтың қадірін кейін білесіңдер, ал ол кезде бәрі кеш болады, деді. Ажар жол бойы үн қатпады. Үйге келгеннен соң атасы мен енесіне иіліп сәлем жасап, ізетін көрсеткен соң шаруасына кірісіп кетті. Осы аралықта Оразкүл әрнені сылтау етіп 2-3 рет бой көрсетті. Ол келген сайын Ажармен ұзақ әңгімелеседі. Не айта беретінін қайдам, екеуінің күбірі мен сыбыры таусылмайды. Әлдегімдерді мақтап, ауыздарының суы құриды. Осы Оразкүлдің 6 жасар кезі. Бір күні Асқар аған келіншек әкелді. Бірде жас келін Тазагүл сиыр сауға шығып ойнап жүрген Оразкүлді көреді. «Әй, Оразкүл, маған ана шелекті әпере қойшы», депті. Ойында ештеңе жоқ Тазагүл. Сонда Оразкүл не деп жауап қатқан деп сұрасаңшы, деп анам бір әңгіменің басын қылтитты. Ал сұрадық. Сонда қарындасың ессіз қалғыр Еспақа, сенің атың Тасбақа, мені неге атаның қызы демейсің? Болмаса кенже қыз, ерке қыз деп неге атамайсың деген ғой. Өлі, кіп-кішкентай қашадай қыздан қатты ұялдым-ау сонда, неге ғана атын атай қойып едім деп Тазагүл көпке дейін өкініп жүрді. Басқа құртақандай қыздан осындай ауыр сөз естимін деп ойлапты ма? Ал мына әңгімені үлкендер естісе, жас келінді көргенсіз екен деп қалуы мүмкін ғой. Міне қарағым Болысбек, қарындасың тумай жатып, осындай өжет болды деп анам ұршығын иіруге кірісті. Менің бойыма бала күнгі бір оқиға түсті. Онда мен небәрі 6 жастамын, ал Оразкүл 5-ке толған. Сыртта ызғырық аяз, айналаның бәрі ақ ұлпа-қар. Біздің қазақ боранды күні ит пен бала құтырады деп бекер айтпайды. Ауылдың барлық баласы сырғанақ тебуге шыққан. Шанамен төбе басынан төмен қарай зулаймыз. Есірік бір сезім ештеңені елетер емес. Ақ тер, көк тер болып шана жетектеген бір бала. Қарындасымды шананың артына мінгестіріп, мен де топ баланың ортасында асыр салып жүрмін. Тіптен қарнымыздың ашқанында шаруамыз жоқ. Бүгіннен қалсақ қызықтың барлығы қашып не жоғалып кететіндей жанталасып жүрміз. Кейбір сотқар балалар шанамызды қасақана аударып кетеді, не қарсы келіп соқтығады. Сонда да қайтпаймыз. Орнымыздан тұра салып қайтадан төбе басына қарай тырмысып бара жатамыз. Көз ұшында күнге шағылысқан қарлы шыңдар жарқырайды. Ендігі ойымыз сол шыңдарға барып сырғанақ тебу. Алайда ол жерге бара алмаймыз, сондықтан бізге осы төбеден артық биік жер жоқ. Төбеге қарай тырмыса беріп тіңкеміз құрыды. Оның үстіне аяқта қатып қалды. Жаурадым, үйге қайтамыз, деді Оразкүл. Ойынды қиып тастап кете алмай біраз бөгелдім. Осылай қозғалыссыз тұра берсем, тоңғанның көкесі сонда болар еді. Амалсыз шанамды сүйретіп үйге қарай келе жаттым. Қасымда қарындасым томпаңда беріп келеді. Әлсіздіктен бе, әлде қолапайсыздығымнан ба, бір үйді айнала бергенде аяғым шалынып епетейсіз құлап қалдым. Қас қылғанда тап осы жолмен мал жүріп, тұяқтарымен қар мен топырақты араластырып балшық етіп илеп тастапты. Үстімде анам тігіп берген күртеше болатын. Күртешемде шалбарымда балшық болды. Ол кезде дүкеннен сатып ала қоятын киім жоқ. Бар болғанда да әке шешемнің қауқары белгілі. Соны ойлап қатты қамықтым. Осы кезде Оразкүлдің ақылымен күртешені үйдің қабырғасына сүйкеп балшықтан тазартқан болдық. Бірақ онсыз да жейдіп түсуге шақ тұрған жұқа мата қабырғаға үйкелей берген соң шыртылуға айналды. Оны көріп тағы да зәрем ұшты. Осы кезде Оразкүл де балшыққа жата кетті. Біреуміздің күртешені бүлдіргеніміз аз болғандай, қарындасымның мұнысы несі? Мен сияқты сүрініп құласа бір басқа ғой, әдейілеп құлады. Енді бізді анамыз аямайды, сойып салады. Оның не? Күртешең бүлінді ғой, неге бұлай жасадың, деп жатырмын. Сен абайсызда құлап қалдың, бірақ апам киіміңді бүлдіргеніңді көріп ұрады. Ал менің де құлағанымды көргенде екеумізге бірдей ұрса алмайды. Апам ұрса, екеумізді бірдей ұрсын, сонда саған таяқ азырақ тиеді,
деді Оразкүл. Содан бері қаншама уақыт өтті. Әке-шешеміздің бізді таршылық кезеңде ілдәләп киіп жүрген күртешені бүлдіргеніміз үшін қалай жазалағаны есімнен мүлде шығып кетті. Жарымай қалған киіміміздің орнына жаңасын әперді ме, әлде арасына мақта салып басқа күртеше тігіп берді ме, ешқайсысы есте жоқ. Бірақ Құртақандай қарындасымның сол бір сәби сезіммен мені ағасын құтқарғысы келгені ешқашан ұмытылған емес. Арада қаншама жылдар өтсе де, сол бір оқиға көз алдыма келеді де тұрады. Бұл да бір өткен күндердің елесі. Толысбек ағамның енші алып жаңа отау болып жырғалып отырған кезі болатын. Жырғалатын, ырғалатын жөні бар. Әкем мен шешем олардың қолдарын қақпады, қалағандарының барлығын арбаға салып берді. Баласының жеке үй болғанына қуанбайтын әке болушы ма еді? Дәнібек әкем олар дегенде шығарға жаны басқа. Мен де қуанып жүрмін. Мектептен қайтқанда әуелі ағамның үйіне соғамын. Жеңешемнің маған деп сақтаған тәттілері бар. Ағасынан аумай қалған қайным деп қойны қонышыма бауырсағын, құрт-ірімшігін, мәмпәсиін тықпалайды. Ағамның үйі маған осысымен де ыстық еді. Толысбектің мен келгенде ерекше жадырап қуанып қалатыны, жібергісі келмей әрнені сылтауратып бөгей беретіні жанымды жадырататын. Сөйте тұра бұртиып үйге қайтамын деп қиғылық салушы едім. Мұным аға жеңгеме деген назым ба, еркелігім бе, ол кезде мұны ажырата да алмаппын. Бір күні мектептен шығып үйге келсем, алатайым орнында жоқ. Апа, тайым қайда деп ентігіп жүгіріп келдім. Қайтесің оны, деді анам жайбарақат. Орнында жоқ қой, күндегі арқандаулы тұрған жерінен көрмедім. Әлде басқа бір жерге апарып арқандап қойдыңыздар ма? Жоқ, балам, оны ағаңа кетті. Неге? Жақында інілі боласың. Әкең сол қуанышты хабар үшін ағаңа жетектетіп жіберді. Оллахи биллахи, осы тайды өте жақсы көруші едім. Сыныптас балаларға көрсетіп мақтанатынмын. Сабағымнан келе сала суын беріп, мойнынан құшақтап жалын тарап еркелететінмін. Құлын кезінен бірге өскендіктен бе, ол да мені жақсы көрді. Мені көре салып оқыранып жалымнан сипашы дегендей басын төмен иетін. Мен құлынымды өріске алып шығып, күні бойы онымен асыр салып ойнап қайнататынмын. Жақын келіп құлынымның жалынан сипағысы келген балаларды маңайына жолатпаушы едім. Сөйткен тайымды ағам алып кетіпті. Жылап еңіреп ағамның үйіне жүгіріп келдім. Тай қорада тұр екен. Ешкімге де айтпастан арқаннан шешіп босатып алдым да үйге қарай құйындата жөнелдім. Мұныма әуелі анам ренжіді. Артынша ағам келіп оңдырмай сабады. Үйге келсем тай жоқ, әуелі қорадағы малға ие болмай қайда қарап отырсың деп келініңізге ренжідім. Ұрылар алып кетті ме деп бір ойладым. Сөйтсем, мына бәтшағар ешкімге де айтпастан мініп кетіпті ғой деп Толысбек ақталғандай болды. Осы оқиғаны қайдан естігенін кім білсін, үйге қарындасым келіп отыр. Қарғадай баланы неге ұрады Толысбек? Деп кәдімгідей ашу қысып күйінді. Әкең Толысбектің баласына бәсіре деп беріпті ғой, бәсіреге берген малды кері қайтарып алушы ма еді? Дейді анам. Апау, Толысбектің әйелі әлі босанған да жоқ. Ол босанамын дегенше биеңіз тағы құлын таппай ма? Жастайына бірге өсіп бауыр басқан тайын жетектетіп жібергені несі әкемнің? Әлі дүниеге келмеген балаға да бәсіре атай ма? О несі? Оразкүл ағамды шақырып алып шаңын аямай қақты. Мен мерейленіп қалдым. Сол жылы күз ыбылыңқы-сыбылыңқы болып басталды. Күздің қара суығы өкпе тұстан азнады да тұрды. Тұман да жиі түсіп көз байлайтын. Қараптан қарап отырып денем түршігетін, әлде қайдан қаралы хабар келетіндей өзімнен өзім үрейленетін болдым. Жүрек шіркін алдамайды екен-ау. Құдалар жақтан суыт хабар жетті. Оразкүлдің бала босанар үстінде демі үзіліпті. Сол күні де жел азынаған. Қорым басындағы жыңғылдар бұл қалай болды өзі дегендей бастарын әріде бері шайқап мұңлы бір үн шығарып тұрды. Қарындасымды ақтық сапарға шығарып салуға келген адамдар тіптен көп еді. Ауылымыздағы көргенді келіндердің бірі еді. Ибалы балы еді ғой. Өлімге қиятын жан емес еді, бірақ Алланың өкіміне кім қарсы келе алған? Бірақ осы сөздердің ешқайсысы менің жаралы жүрегімді жұбата алмады. Ауыл молдасы Құранды қырағаттап ұзақ оқыды. Күн қаншама ызғарлы болғанымен ешқайсысы қабақ шытпады. Жұрт тарқап қаралы үйге беттегенде жаңа ғана топырақ бүркенген қарындасымның жанында қалып қойдым. Менің қамқор да қайырымды қарындасым енді жоқ.
Жүрегім өртенді, қара суыққа да қарамай ұзақ отырдым. Мені көріп алып, қайтпақ болып, қайта келген кісілер көзінше де жұбана алмадым. Несін жасырамын, ағамен де, інімен де жүз шайысып қалған кезіміз болды. Бәріміз де жеке-жеке отау тіктік. Жұмысбастылық па, әлде әркім өз басын күйттеп кетті ме? Кім білсін ай? Кім білсін, бауырлар да бірте-бірте алыстап бара жатқан сияқтанады. Бауырмалдыққа келгенде қыздан артық жан таппайды екенсің. Бүгінде шана жетектеген бала көрсем, қаршадай қарындасымның қамқорлығы есіме түсіп, ішім уылжиды. Ал сен, аяулы қарындасым, бауырмалдық пен туыстық дегеннің не екенін санама сіңіріп кеттің. Ескі альбомның ішінен көзің жәудіреп тұрған суретіңді көрген сайын өзімді қоярға жер таппаймын. Қамқоршым-ай, сенің әзіз жүрегің қара жерге қалай сыйып жатыр екен? Ол жақта да бізді ойлап, алаңдап жүрген шығарсың. Әңгіменің соңы. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.